10-шы дәріс. Психолингвистикалық бақылаулар. Дәрісімізде қарастыратын тақырыптар: психолингвистикадағы бақылаулар рөлі, ассоциативтік бақылау. Психолингвистикалық бағыт бойынша адамның белгілі бір ұғымды қалай қабылдайтынын, сол ұғымды танытуда санадағы ақпараттарын қалай қолданатынын анықтауға болады. Адам сыртқы дүниені, сырттан қабылданған дүниені өзінің ассоциативтік қабылдау қабілеттері арқылы, сезім мүшелері арқылы тани алады және автоматты түрде жиі қайталанудан дағдылы түсінікке айналған стереотиптер арқылы таныта алады. Әрбір халықтың немесе ұлттың, әлеуметтік топтың, не болмаса әрбір адамның өзіндік таныту ассоциациясы, не болмаса стереотиптері болады. Психолингвистикада, сонымен қатар салғастырмалы әдіске сүйене отырып, әрбір ұлттың аффективті тіл бірліктерін, эмоционалды ұғымдарын, тіліндегі экспрессивтік ерекшеліктерін нақтылап көрсете аламыз. Әрбір ұлттың өзіне тән сөйлеу мәдениетіндегі жалпы қарым-қатынасындағы адам психикасының деңгейін, адамның психикалық қабілеттерін, мінез-құлық ерекшеліктерін, ұстамдылық, күйгелектілік, намысқойлық, қызуқандылық деген сияқтыларды айқын көрсетуге болады. Ассоциация латын тілінен алғанда біріктіру деген мағынаны білдіреді. Ассоциация екі түрлі танымның өзара байланысы: сезіну, түсіну, ойлау, елестету қабілеттері арқылы жүзеге асады. Бұл ұғым Платон мен Аристотель заманында пайда болғанымен, ассоциация деген ғылыми атау 17-ші ғасырда Джон Лок енгізген болатын. Ассоциация жеке субъективті тәжірибеге негізделген белгілі объект немесе құбылыс арасындағы байланыс. Бұл тәжірибеден субъектінің нәр алған мәдениеті мен өмірлік тәжірибесі байқалады. Ассоциация ұғыммен тығыз байланысты ассоциациялық өріс ұғымы бар. Анықтама беретін болсақ, ассоциациялық өріс бұл тілдік бірліктердің жиынтығы, мазмұн ортақтығына қарай біріккен белгілеуші құбылыстардың ұғымдық, заттық және функционалдық ұқсастығы. Ассоциативтік теория ертеден келе жатқан психология саласының ұғымы. Ассоциацияның пайда болуы адамзат баласының тану, тани білу, яғни танымдық қабілетін зерттей бастағаннан қалыптасқан. Мысалы, Еуропа мәдениетінде қара түсті киім кию, қара орамал тағу жағымсыз, өлімді білдіретін түс деп танылады. Ал Жапон, Индия мәдениетінде өлімді білдіретін қаралы түс ақ түс болып есептеледі. Қытайда ақ түс өлім мен тазалықтың символы. Ал қазақ халқына оралатын болсақ, қазақ халқының салты бойынша шаңыраққа қара ту тігу өлік шыққан үйді білдіреді. Ондағы ақ қара түстер ассоциативтік мағынаға ие болған мәдени аралық бірлік ретінде қызмет атқарып тұр. Мысалға, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романынан үзінді алатын болсақ, қара дегені ұзын найзаның басына тігілген ту. Егер бөжей жай қара қазақ емес, төреден шыққан болса, сол төрелердің өзді-өз тұқымының туларын тікереді. Ақ тулы, көк тулы, ала тулы деген төрелердің тұқымы жік-жігі осындайда көрінетін. Ал қарадан кісі өлсе, тудың түсі өліктің жанына, жасына қарай болады. Сүйіндік жас кісі өлсе, туы қызыл болатынын, кәрі өлсе, ақ болатынын айтып келді, бөжейдің орта жасты кісінің қаралы туы бір жағы ақ, бір жағы қызыл болуы керек дегенді айтқан. Жаңаға байдалы әкеп тіккен ту қара дегені осы еді. Яғни бұл романнан үзіндіге қарайтын болсақ, бұл жерде қара ту тігу жаман қаралы хабардың белгісі екендігін, және де жасқа байланысты түстердің белгілі бір мағыналық қызметтері бар екенін анықтай аламыз. Ассоциативтік тәжірибе 20-шы ғасырда Юнг пен Верткеймердің енгізуі бойынша адамның дүние танудағы уәжділігін зерттеудің ең тиімді тәсілдерінің бірі. Эксперименттің қарапайым түрі, тәжірибеден өтетін адам белгілі бір ақиқат дүниені таныту үшін
жиі қолданған сөздердің жинағын білу. Біртектес ассоциациялардың жиілігін білу, ақиқат дүниеге деген адамның әсері мен ниетін білу. Психолингвистикадағы ассоциативті эксперименттің басты мақсаты ақиқат дүниені танытуда қолданылатын тіл бірліктері мен тіркестерін орынды мазмұнға сәйкес таңдай ала ма, белгілі бір стилистикалық және жалпы нормативтік жүйеге сай реттеп жеткізе ала ма, жоқ па деген мәселені шешу болып табылады. Ассоциативтік теория ертеден келе жатқан психология саласының ұғымы. Яғни ассоциацияның пайда болуы адамзат баласының тану, тани білу, танымдық қабілетін зерттей бастағаннан қалыптасқан. Әрбір адамзат баласы өзінің ортасына қарай, туып өскен жеріне қарай, өмір сүріп отырған еліне қарай, ұлтына, бейімделген менталитетіне байланысты алған білімі мен тәжірибесіне қарай айнала қоршаған заттар мен құбылыстарды әртүрлі қырынан таниды және танытады. Ақиқат дүние адам санасында қалай қабылданса, сол күйінде жадыда сақталып, сол ұлтқа тән тіл аралық көрініс табады. Кез келген дүниені қарап тани отырып, санаға сарт ете түскен түсінікті, яғни ассоциацияны немесе сол дүние туралы ұғымды тіл арқылы жеткізу үшін біліми, мәдени, рухани танымына сүйенеді. Ол тілдік қорындағы тіркес арқылы, метафора арқылы немесе фразеологизмдер арқылы көрініс табады. Мысалы, күз мезгілін таныту үшін логикалық танымда ең алдымен санаға келетін түсініктер салқындық, жаңбыр, сары жапырақтар, сыртқы жылы киімдер, күңгірттік, бұлтты күндер, қоңыр түс, алтын қырман, тағы да басқа. Бұлардың барлығы адамның 5 сезім мүшелері арқылы, яғни сенсорлы перцептивті қабылдау тануы негізінде санада жинақталған білім көздері, яғни күз мезгіліне берілген ассоциациялар. Ал шығармашылық таланты бар, ерекше танып қабылдайтын ақын жазушылар танымында ассоциативтік білім көздері бейнелі түрде көрініс табады. Гартли, Браун, Милл тағы да басқа ғалымдар ассоциацияның ментальды санада ойда болатын тетік екенін, ассоциацияның негізгі белгісі деп ассоциациялық танымның адамның өмірінде жинаған тәжірибесі мен сезінуі, ұғынуы арасындағы байланыстан туындайтынын атап көрсетеді. Сеченовтың пайымдауынша, шексіз және әр алуан сезіну ақпараттар мен ассоциациялардан ақиқат дүниенің ерекше мәнді мазмұны қалыптасады. Сезінудің өзі адамның санасы мен танымын жетелейтін бір элемент. Сезіну ассоциациясы бұл адамның индивидуалды тәжірибесін сақтаушы, яғни алғашқы түсінік. Адамзат баласы 5 сезім мүшесі арқылы ақиқат дүниені қабылдай отырып, оны жадында сақтай отырып, соған қоса санада кеңінен өңдей отырып, өзінің сол дүние туралы білім мен танымын ассоциативтік қатарынан кеңейтеді, күрделендіреді. Ассоциация мәселесін психологиялық тұрғыдан тереңірек қарастырған ғалымдардың бірі Павлов. Ғалымның пікірінше, ассоциация толықтығы динамикалық стереотип құбылысымен аттасып жатады. Динамикалық стереотип пен ассоциацияның байланысы неде? Ассоциация стереотиптен туындай ма деген сұрақтарға ғалымның жауабы. Барлығымызға белгілі ақиқат дүниені танытатын алғашқы түсініктер ассоциациялар. Солардың жиынтығынан жүйе құралады. Ол жүйеден гештальт ұйымдасады. Демек, ассоциация қалыптасқаннан кейін барып, қалғандары, яғни стереотип гештальт туындайды. Керісінше емес дейді ғалым. Стереотип ассоциациялардың жалпы халықтық сипат алып, автоматты түрде сол дүниені тану үшін қолдану мақсатында жиі қайталана беру нәтижесіне барып қалыптасады. Ассоциация туралы дәрісімізді қорытындылай келе, жалпы ассоциация, көру ассоциациясы бар, есту ассоциациялары, иіс сезу, дәм сезу, тактильді ассоциациялар бар екендігін айтамыз.